Нәкен міне Союз журналисті СССР бұрын болған. Сонда 1989 жылдан бастап сода мүше болды. Ал мынау Қазақстан журналистер одағының мүшесі 1993 жылдан бастап Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Онан кейін мынау пресса, бұл Семей таңы газетінің редакциясында тілші болған пресса немесі. А мынау үш анық газетінде арнаулы тілші болған. Онан кейін мұнда міне значоктары бар. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, СССР журналистер одағының мүшесінің значоктары бар. Мынау ұстаздық білім алғандағы значоктары. Онан кейін мынадай мына кітап Рысжан Ақанованың «Мелодия жизни» деген. Нәкен тек қана өлеңдер жазып қойған жоқ, сонымен қатар аудармамен де шұғылданды. Осы ақынның, Бесқарағайлық ақынның бірнеше өлеңдерін орысшадан қазақшаға аударды. Ол орысша жазатын ақын болған. Міне мынадай өлеңдер: «Менің Қазақстаным» деген, «Үйге аман оралыңдар, мен өзіңмен біргемін», «Күту», «Өмірдің ілімін құп алдым», «Наурыз», «Жылқы жылдар». Осы көптен бері күздің жұпар ауасы, «Желтоқсан» деген кітапты Нәкен қазақ тіліне аударған. Бұл орысша шыққан кітап болған. Енді мына Уәлқан Мұхаметқалиев Түкісов, бұл Бесқарағайлық ақын. Ол Нәкенге мына кітабын сыйға тартқан. Нәкеннің көп кітаптарының редакторы болып, осы ақын Уәлихан Мұхаметқалиев Түкісов Нәкеннің ұстазы болды. Көптеген жас ұрпаққа тәрбие беруде үлкен еңбек сіңірген ұстаз. Осында жаңа Түкісов Уәлиханның «Ұстаз лағаты» деген ол кісі туралы үлкен очерк жазды. Бірнеше ауыз очерк жазған, осы кітапқа енгізілген. Міне бұл 1998 жылы Сарыарқа газетінде жарияланған. Аймақтық қоғамдық Сарыарқа газеті. Содан кейін Қайым Мұхаметқановтың кітабының жинағы шықты. Сонда да ол Нәкен оңғай дастандар жазды. Ратбек аға туралы да дастандар жазған. Ол өздерінің шыққан кітаптарының ішіне енгізілді.